Балалар, экранға назар аударайық. Құнарлы жерлердің үлкен бөлігі тау-кен жұмыстары, өнеркәсіп орындары мен қалалар салу әсерінен жарамсыз болып жатыр. Ормандарды кесу, табиғи өсімдіктер жамылғысын бұзу, агротехникалық талаптарды сақтамай, жерді қайта-қайта жырту, топырақ эрозиясының пайда болуына, яғни топырақтың құнарлы қабатының желмен және сумен жуылып, бұзылуына алып келеді. Эрозия қазіргі кезде бүкіл дүниежүзінің үлкен мәселесіне айналып отыр. Соңғы 200 жылдың ішінде су мен жер эрозиясы нәтижесінде планетада 2 миллиард гектар ауыл шаруашылығының құнарлы жерлері жарамсыз болып қалған. Топырақтың ластануы, топырақта оған тән емес физикалық, химиялық немесе биологиялық заттардың пайда болуы және енуі, немесе аталған заттардың концентрациясының табиғи орташа жылдық деңгейінен асып түсуі. Топырақ ластануының мынадай түрлері бар. Минералды техногенді қалдықтармен ластану, улы органикалық және бейорганикалық қосылыстармен ластану, радиоактивті заттармен ластану. Топырақтың ластануы қоршаған ортаға қауіпті. Өйткені улы заттар қоректік тізбек арқылы топырақтан өсімдікке, өсімдіктен жануарға, жануардан адам организміне түседі. Топыраққа антропогендік әсер ету оның деградацияға ұшырауына, яғни эрозия, ластану, тұздану және батпақтану, шөлейттенуге алып келеді. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы топырақтың экологиялық проблемалары. Оқу мақсаты топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады. Жетістік критерийлері топырақтың экологиялық проблемаларын жіктей алады, экологиялық проблемалардың шешу жолдарын ұсынады. Топырақ эрозиясы латын тілінен эрозия, жиыну, топырақтың беткі ұнтақталған құнарлы қабатының жел күшімен немесе су ағынының шайылу салдарынан құнарының азаюы. Топыраққа қатысты терминдер: топырақты қорғау, топырақтық гумус, топырақтың құнарлы заттары, топырақтың шайылуы, жайылымды шамадан тыс пайдалану, қуаңшылық, жел, нөсер, жаңбыр, орманның оталуы, ауыл шаруашылықтың қолайсыз әдістері. Топырақ эрозиясы екіге бөлінеді: жел эрозиясы және су эрозиясы. Жел эрозиясының өзі екіге бөлінеді: шаңды дауыл, күнделікті жел эрозиясы. Ал су эрозиясы су тасқын апаты, беттік эрозия және жыралық эрозия болды. Топырақ эрозиясынан келетін зияндар: эрозияның әсерінен топырақтың беткі қабаты желмен ұшып, немесе сумен шайылып кетеді. Сондықтан шаруашылықты жердің құнарлы қабатынан айырады. Эрозияның салдарынан дәнді мақсатты дақылдардың өсімдігі мен желмен ұшқан топырақ түйіршіктері құртып жібереді, яғни егістік жойылады. Эрозия құнарлы егістік жерлерді жарамсыз етеді. Кітаптарыңыздағы топырақтың экологиялық проблемалары деп аталатын тақырыпты ашасыздар және 3 минут осы тақырыппен танысып алыңыздар. Келесі тапсырмамыз тәжірибе жасау. Қазір топқа мен мына жұмыстар таратып беремін. Бірінші топқа, үшінші топқа. Қазір қарап танысып алыңыздар тапсырмаларды. Содан кейін тәжірибе жасаймыз. Үшінші топқа қазір пипетка суларын апарып беремін. Сол бойынша орындарыңызда отырып тәжірибе жасаймыз. Тапсырмаға қарай отырып, мына пипетка қалған топтар танысып болғаннан кейін алға шығып тәжірибелерімізді көрсетеміз.
келесі тапсырма тәжірибе жасауды бастайық. Бірінші топ тәжірибелеріңізді көрсетіп шыға қойды. Біздің жасайтын тәжірибеміз ол су эрозиясы. Біз осы тәжірибемізде қорапты, топырақты, контейнерді және суды пайдаланамыз. Қанекей тәжірибемізді бастайық. Біз осылай алып суды топырақтың үстінен құямыз. Осылай құйған кезде бізде судың әсерінен бізде жыра пайда болады. Бұның шаруашылыққа зияны сумен өтіп кеткен сумен топырақтың құнарлы беткі қабаты өтіп кетеді. Соның әсерінен бұл жерде өсімдіктер, дәнді дақылдар өспейді. Және біз бұл мәселені шешу үшін көптеген орман алқаптарын отырғызуымыз қажет. Және жерді тау бөктеріне қарай көлденең жырту қажет. Және өзендердің немесе су қоймаларының жағасын бекемдеуіміз қажет. Осылайша біз өз тәжірибемізді аяқтаймыз. Жақсы, отыра қойыңыздар. Біздің қазіргі жасайтын тәжірибеміз жер эрозиясы деп аталады. Бұл үшін бізге қорапша топырақ қажет және оның екі жағына қатты кордондарды қоямыз. Себебі шаш кетіретін фенмен топырақ жан-жаққа шашылмау үшін. Енді бұл тәжірибемізді жасап көрейік. Біз бұл тәжірибе арқылы желдің әсерінен топырақтың беткі қабаты ұшырып әкететінін көріп тұрмыз. Бұл жағдайдың шаруашылыққа әсері жаңағы топырақтың ылғалды сақтау, ауа режимін нашарлайды, яғни өсімдіктердің дұрыс өсуін қиындатады. Бұл мәселені шешу үшін біз деген топырақты аудармай өңдеуіміз керек, ағаштарды көп отырғызуымыз керек. Осылайша біз тәжірибемізді аяқтадық. Жақсы, отыра қойыңыздар. Балалар, біздер бүгін тәжірибе жасадық. Топырақ эрозиясының түрін тәжірибеден өткіздік. Топырақ эрозиясының осы түрлерінің себеп салдарын анықтадық. Және топырақ эрозиясы түрлерінің топта талқылау арқылы шешу жолдарын ұсындық. Енді балалар, қазір осы сабақта қандай әсер алдыңыздар? Осы туралы біздер қазір өз ойларыңызды жазып, тақтаға ойларыңызды айтасыздар қазір. Балалар, тақтаға шығып, кері байланыс жасай қойып, дайын болсаңыздар, әрбір топтан келіп шығып. Жұмыстарыңызды. Маған бұл сабақта барлығы түсінікті болды. Маған ең ұнағаны бүгінгі жасаған жел және су эрозиясы тәжірибелері. Жақсы, отыра ғой. Келесі, Әмір. Маған сабақ өте әсерлі және түсінікті болды. Сабақтың ең ұнаған нәрсесі ол екі істелген тәжірибелер. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады және әрі түсінікті болды. Бұл сабақта біз түрлі тәжірибелер жасап, топырақтың проблемаларын айттық және оны шешу жолдарын түсіндірдік. Жақсы, өте жақсы. Маған бүгінгі сабақта су эрозиясы тәжірибесі ұнады және біз оны өз көзімізбен көріп зерттедік. Өздеріңізді ашып, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үйге мына суретке тақырып қоясыздар. Бірінші тақтаға назар аударыңыздар. Және 100-200 сөзден тұратын шағын эссе жазып